тұрып бас иіп қазақ халқына шексіз алғысымыз, өзімнің әулетімнен, өзімнің халқымнан, түрк халықтарының атынан алғысымды айтып, рахметімді айтпақшымын. Мен өзім түркпін, өзімді айта кетейін. Мұны Бекзат Мөлтек ауылында тұрам, түркістандықпын. Фамилиям Идрисов, атым Яша. Мына бүгін бір ерекше күн болып тұр. Сол бүгінгі күнді пайдаланып, өзім бір ерекше қазақ халқына рахметімді айтып, алғысымды білдірмекшімін. Біздің аталарымыз, аналарымыз 44 жылы осы сталинский репрессиямен осы Түркістанға келіп түскен. Сонда осы қазақ халқының арқасында сол біздің әжелеріміз, аталарымыз, әкелеріміз аман қалған. Сол жалғыз біздің түрк халқына емес, сол кезде қазақ халқы чечен бар, ингуш бар, неміс бар, кореец бар, соның ішінде біздің түріктер де бар. Соншама халықтардың бәріне осы қазақ халқы қол ұшын беріп, өзінің нанымен, көрпесімен, үйімен бөлісіп, сондай көмек берген. Сол қазақ халқының жақсылығы бұл халықтардың есінен ешқашан шықпайды деп ойлаймын. Мен өзіме осының бәрін марқұм әкем айтып берген. Марқұм әкем айтатын еді, балам, қазақ халқының жақсылығы ешқашан біздің есімізден шықпау керек. Сол кезде қазақ халқының өзінің де жетіп жүрген жері жоқ дегендей. Марқұм әкем сонда дейді, бір шелпегі болса бөліп дейді, соның көбірағын бізге беретін еді. Міне қазақ халқы қандай екен. Кімге қазақ халқын білгесі, келіп біздерден сұрасын, біз айтып береміз қазақ халқы қандай екен деп. Сонда әкем бір не айтып кеткен, нәсие беріп, балам, осы қазақ халқының наны ешқашан естерінен шықпасын. Бұл мынау спортсмендер бар ғой, жүгіреді ғой, эстафета, бір-біріне жаңағы нені беріп. Сол сияқты осы қазақ халқының жақсылығы біздің халықтың қолында бір эстафета сияқты болды. Анау атадан әкеге, әкеден балаға, қазірдің күнде мен өзім балдарыма соны айтамын. Балдарыма айтамын, енді отырып үйде тамақ ішеміз, әңгіме қыламыз, сонда мен осының бәрін, әкемнен естіген бәрін соларға айтамын. Құдай Тағала көктен, аспаннан жаудырсын. Соны қазақ халқы